дыбыс және әріп. Дыбысты айтуға, құлақпен естуге болады. А. Ал әріпті көруге және жазуға болады. Дыбыс сөздің ең кішкене бөлшегі. Дыбысты жеткізудің, жазып көрсетудің жолы бар. Оны әріп дейді. Әріп дыбыстың таңбалық белгісі. Әріп арқылы дыбысты жазамыз. Адамдар әріп жазуды ерте замандарда ойлап шығарған. Олар тасқа таңбалар ойып салу арқылы әріп сөз жазған. Кейін әріптер сөздер теріге, бамбук ағашына, қағазға жазылған. Қазіргі заманда кітаптар, газеттер, журналдар әріптер арқылы жазылады. Әріптерді, сөздерді компьютерде жазады. Сөз ішінде дыбыс саны мен әріп саны үнемі бірдей болып келе бермейді. Мысалы, аяқ деген сөзде А, И, А, Қ 4 дыбыс болса, әріптен 3-ақ. Аю дегенде де 2 әріп, 3 дыбыс бар. А, И, У. Қазақ тілінде 42 әріп бар. Әріптер баспаша түрде және жазбаша түрде жазылады. Олардың бас әріп, кіші әріп түрлері де бар.